Бүгіннен бастап Майқайың алтын кен байыту фабрикасы жұмысын тоқтатты. Себебі қордағы алтын рудасы таусылған. Алдағы 6 жылға дайындалған 1 миллион тоннадан астам шикізат жердің астында жатыр. Әзірге оны шығаруға рұқсат жоқ. Кеншілер 1,5 айдан бері жаппай еңбек демалысында. Енді оларға кәсіпорын ішіндегі мамандар қосылды. Жұмыссыз қалғандардың жалпы саны 1000-ға жуықтайды. Естеріңізге сала кетейік, жыл басында кен орнының аумағында топырақ опырылып, шұңқырға 4 адам бар автобус құлаған болатын. 2 адамның денесі әлі табылған жоқ. Майқайың алтын кен байыту орны 10 мыңнан астам халқы бар. Майқайың кентіндегі тұрғындарды жұмыспен қамтып отырған негізгі кәсіпорын. 933 адам жұмыс істейді. Оның ішінде 143 адам кезекті еңбек демалысында, жаңағы 153 адам 50% төлеммен жұмысты тоқтатып отыр. Оның ішінде 109 адамы жаңағы шахтан жұмыскерлері, 44 адам тау-кен техникалық учасканың жұмыскерлері. Бүгінгі күні тоқтату бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жұмыскерлер жаңағыдай 50% жалақы алады, және де қазіргі таңда оның саны бойынша ақпаратты осы жұманың соңына дейін ақпаратты жолдайды.